Құрметті оқушылар, сендермен бүгін шойынға байланысты контекстін бес сұрақ талдайтын боламыз. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға жазылып, көптің көруіне себепші болыңыздар. Міндетті түрде лайктарыңызды аямаңыздар. Және сіздерден яғни қолдау көп болатын болса, біз де күнделікті пайдалы ақпаратты жүктеп отырамыз. Енді шойынның контекст кезінде сіздерге контекст келетін болса, жалпы ең күшті лайфхак айтайын, текстті оқымай-ақ бірінші сұраққа көшу. Себебі бір жағынан сұрақ бойынша тексттің ішінен іздеп табатын сұрақтар болса, тауып алу жеңіл болады, әрі сіздерде уақыт үнемделеді. Енді давайте текстке көшейік. Біріншісінде айтады, жоғары температурада қоқыстың химиялық қасиеті дейді. Енді мына жерден тексттің ішінде бұл ақпарат бар, және тотықсыздандырғыш қызмет атқарады дейді. Енді не үшін ол тотықсыздандырғыш қызмет атқарады? Мына жерде мен реакция теңдеуін беріп қойдым. Яғни темірдің үшвалентті оксидіне, мына қоқыс деп отырған бізде көміртек, егер ол қосылатын болса, бізде темір мен көміртек, яғни көміртектің эквивалентті оксид түзіледі, ескі газ түзіледі. Енді бұл жерде қасиетін сұрап отыр, сол үшін тотығу дәрежелерін табамыз. Оттектікі үнеміз -2 тотығу дәрежесі, ал темірдікі +3. Оның бастапқы +3 тотығу дәрежесіне 0 тотығу дәрежесін өзгеретін болса, онда ол электронды, яғни тотығу дәрежелері төмен деп жатқандықтан, бұл бізде тотықтырғыш болып табылады. А бұл жағдайда кокс, яғни темір, көміртек екі электронды береді да тотықсыздандырғыш болады. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап С жауабы болады. Енді кокстың химиялық қасиетін, егер сендерде басқа сұрақ келетін болса, мына қасиетін анықтайтын реакция теңдеуі болатын болса, онда осы темірдің үшвалентті оксидімен реакция болады. Ал егер химиялық қасиетін сұрайтын болса, онда сендер тотықсыздандырғыш деп жауап бересіңдер. Ары қарай 22-де шойын алу үшін қолданылады деп тұр. Енді тексттен қараса, бізде былай деп жазып тұр, шойынға кенді салады. Сондай-ақ кокспен плюсті деп тұр, ол сондай-ақ деген ол кеннен кейін тұрған. Сондықтан бірінші кенді белгілееміз. Бұл жерде көпшілігі осы вариантта кокс плюс деген екі варианттың екеуін белгілеп жатыр. Сондықтан бұл жерде оны емес. Ары қарай 23-ші сұрақта темір кенінде темір эквивалентті оксидінің масса үлесі 80%-ға тең дейді. Егер бір машина жасауға 102 тонна темір жұмсалса, 47 тонна кеннен алынған металдан жасалынатын машина саны қанша деп тұр. Енді бұл есепте бірінші біз, яғни 47 тонна кеннің 80%-ын тауып аламыз. Себебі ол жерде темірдің эквивалентті оксидінің масса үлесі 80%. Яғни бөлеміз. Сол кезде уже бізде шығады 37,5, яғни кеннен жиналу темірдің эквивалентті алынады. Енді бұл жерде біліп отырмыз, 37,6 ол бізде ненің массасы? Темірдің үшвалентті оксидінің массасы 37,6. Бізге табу керек, машина санын табу керек. Бірінші бізде темір 2 болады, жақта газы 3-та қателеспесем. Теңесті, енді теңескен соң, міндетті түрде мына жақта 112-ні қояйық, ал мына жерде эмері бізде темірдің үшвалентті оксиді, ол 106 қате. Енді көбейтетін болсақ, 26-да 32 деген жауап шығады. Енді бұл жерде айтып отыр, жалпы бізде 26-да 32 тонна темір бар. Мысалға дейді, бірінші болатын болса, екінші. 1-2 тонна кетсетін болса, енді бізде уже жаңа берген 26-да 32 дейміз, осы жерден екісі тауып аламыз. 26-да 32-ні бөлеміз 1,2-ге. Сол кезде 21-де 9, яғни жоқтап алған кезде ол 22. Сонда 47 тонна кеннен алынған металдан, яғни бұл жерде жалпы 47 тоннаның барлығы қатыспаған, себебі ол жерде 80% темір оксидіне тиесілі. Сол үшін де біз пропорцияға сразу 47 тоннаны қоймадық. Түсінікті болма? Дальше. Кеннен шойын алу схемасының тізбегі дейді. Бұл жерде бұл кітапта алынған, яғни 11-ші сыныптың 2-ші бөлім кітабында 81-ші бетте тұр. Яғни бізде кеннен шойын алу үшін бірінші темірдің үшвалентті оксидінен біз магнитті темір тасаламыз, содан темірдің эквивалентті оксидін аламыз, содан темір аламыз. Яғни бұл дегеніміз Е варианты, Д вариантына сәйкес кетті. Енді дальше 25-ші сұраққа келсек, бұл бізде ең соңғы сұрақ.
егер каналға жазылмаған болсаңдар міндетті түрде осы каналға жазылыңдар, себебі әр осындай видео сабақ, контекст тест талдаулар және прямой эфирдегі сабақтар болатын болса, сіздерге яғни каналда жазылған кезде шетінде қоңырау белгішесі тұрады, соны басып қойсаңдар барлық хабарламалар келіп отырады. Енді мына жерде 25 сұрақта былай жасайды: 5 тонна магниттік теміртастан, егер темірдің күш валентті, яғни магниттік теміртастың масса үлесі 64,15 болатын болса, 95% темір бар шойынның массасы дейді. Егер оның өндірістік шығыны 2,5%. Енді бірінші осы жерде не істейміз? Яғни темірдің күш валент, яғни магниттік теміртастан бізде темір ал деп тұр ғой, былай айтқан кезде. Бірінші бұл жағдайда 5 тонна магнитті теміртастың 64,15% тауып аламыз. Яғни первым 3 орындықтың где массасын табамыз. 15% көбейтіп и 100% бөлдік етіп. Есептек енді. Сонда 3,2 деген кетен, яғни 3,275 дейін. Енді екіншісінде бұл жерде бізде айтты ғой 95% темір барды пока есептемедік. Біз темірдің өндірістік шығыны 2,5%, осыны қарастырамыз. 2,15% алғанға тең. Яғни сонда бұл жерде 97,5% шығады. Шығын болса, бұл шығын емес. Шығын мен шығынның айырмашылығын осы жерде жасатып алды. Енді үшінші жылда жаңағы бізде шыққан 3,2075, осыны біз 95%-ын табамыз. Осы жерде табайық. Сонда бізде 3,13 тең болды. Енді жоқтап алған кезде. Ары қарай 3,13-ті енді біз 95% темір бар деді ғой. Естіреміз. Енді 100%-ын табамыз. Сол кезде бізде массасы шығады. Қанша тонна екен? 95%-ке бөлейік. 3,13 көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 95-ге. Да, 3,29, сол енді 3,30 жоқтап алған болу керек. В целом осылай шығарамыз. Біз міндетті түрде, егер сіздерге массалық үлес берілетін болса, онда біз міндетті түрде беріліп отырған масса немесе тоннаны көбейтеміз. Ал шығын немесе шығын берілетін болса, соны есептеу жүрген. Сосын барып біз ең соңында осы жерде темір бар шойынның массасын табу үшін, яғни темірдің массасын табу үшін оның алдындағы массалық үлесті, яғни ең соңында есептейміз. Сендерге осы видео пайда болатын болса, міндетті түрде осы контексттік видеоның астына келесі қандай контексттік видеоны талдағанды қалайсыңдар, соны жазып кетіңдер. Ал жалпы біздің каналдағы трансляция плейлисті бөлімінде, яғни сендер 2023-тегі слив тест талдауларды көре аласыңдар. Сілтемені осы видеоның астына қалдырамын. Келесі бізде видеода кездескенше, яғни тест талдауда міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.